Қымбатты оқушы, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сүйінбай Аронұлы туралы болмақ. Сабағымыздың мақсаты 19 ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген ақындардың ішіндегі ерекше шоқтығы биік ақынның өмірі туралы, өлеңдері туралы деректер беру. Сүйінбай Аронұлы 1815 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ деген жерде дүниеге келген. Кішкене 13-14 жасында жүргенде болса керек, түс көріп өлеңінде білмеймін, түс көрдім, өлең дейді, көген дейді, әйтеуір әлем таппырақ бір іс көрдім деп өзінің өлеңіне соны тілге тиек етеді екен. Мінекей, Сүйінбайдың бізге жеткен тамаша өлеңдерінің бірі «Бөрілі менің байрағым» деп аталады. Бөрілі менің байрағым бір ғана рудың емес, тұтастай қазақ ұлтының, көк бөріге сенген ұлттың арғысы мен бергісін түгел қоздап, тұла бойындағы жанам деген жүрекке от беретін жалынды жыр. Патриоттық сезімді ерекше жауға қарсы атой салып тұрған жыр болып естіледі. Көк байрақ еске түссе қозып кетер қайдағым, бөрілі менің байрағым деп басталатын өлең жырда Сүйінбайдың ерекше бір өзінің тілі, өзінің рухы сезініп тұрған сияқты. Одан басқа оның өлеңдері Үмбетәліге. Одан кейінгі өлеңі жақсы мен жаман адамның қасиеті туралы. Немесе болыстарға баға, бала Жамбылға бата. Міне осы сияқты өлеңдері бар. Бұл өлеңдерінің тақырыптарында әртүрлі тақырыптарға бөлуге болады. Мысалы, жақсы мен жаман адамның қасиеті дегенде, жақсы жігіт бар жұрттың панасындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай деп басталатын жыр кездеседі. Бұл тесте келеді. Кім айтқан деген? Міне мұны Сүйінбай айтқан. Сүйінбай өз өлеңдерінде халықтың қамын, төрелерге қарсы шығып, және әділетсіздікті тікелей айтып сынаған ақын. Ол Жамбылға бата бергенде де риза болып оның өлеңдеріне домбырасымен қоса ұсынып тұрып, өзіңнің жүрегіңдегін айт, көмейің сөйлемесін, жүрегің сөйлесін, халықтың дегенін айт, сонда ғана сенің жырың жүз жасайды деген киелі сөзбен батасын берген болатын. Сондықтан да болар Жамбыл әр айтысқа шығарда, менің бірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай, сұлу сырлы сөздері маған тартқан сыйындай деп барып айтысқа түседі екен. Демек, Жамбылдың өзіне пір санаған ұстазы болғандықтан да, бір жағынан әуезов айтқан жетісу ақындарының алтын діңгегі деп, айтыс ақындарының ішіндегі алтын діңгегі деп санаған ақындардың бірі болған екен.